Сәлем құрметті тыңдарман. Мен декреттегі ана, сіздерден еңбегімді бағалап кетеді деген үмітпен сіздерден қолдау күтемін. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Рахмет. Аман студенттік кезден білетін Ләйлім тым ажарлы келіншек. Құралай көзі адамға мөлдіреп қарайды. Ал қызыл ерніне қыр мұрыны ашық маңдайы жарасып, ат жақты аққұба беті кіршіксіз үлбіреп тұрған әдемі жан. Қызға кім сөз айтпайды, қымызды кім ішпейді демекші, көп жігіттер ұнатып қалып, сөз салғанымен Ләйлім солардың ешқайсысына қарамады. Өзіне жарасатын тәкаппарлау мінезімен басын шалқақ ұстап еркелей қадам басатын. Тіпті сол кербездігі Ләйлімнің өзіне жарасып тұратынын қайтерсің. Ауылдан келген небір марқасқа жігіттердің бетін қайтарған қарапайым ғана еліктің лағындай талдырмаш қыз. Университеттің соңғы курсында оқып жүргенде осы қазіргі күйеуі Кәріммен жолықты. Кәрім заң факультетінде оқитын, ұзын бойлы, ер тұлғалы сымбатты жігіт. Екеуі қолтықтасып келе жатқанда танымайтын адамдарға дейін жарасымды жұпқа сұқтана сүйсіне қарайтын. Ер тұлғалы сымбатты жігіттің жанында аққудың көгілдіріндей сұлу қыз. Оның үстіне сол хор қызы сымбатты, сұлу жігітке еркелеп, аяғын тәкаппарлана, кербез басып келе жатса, сүйсінбегенде қайтсын. Сұлулыққа жұрттың бәрі құмар екені бәрімізге белгілі жайт. Жоғары білім алып, университетті бітірген жылы Кәрім Ләйлімге қосылып, курста студент жолдастарын, туған туыстарын шақырып, шама шарқынша үйлену тойын жасады. Аман Ләйліммен бірге оқыған. Шынын айтса, сыртқа сыр шашпағанымен, Аман да Ләйлімге сырттай ғашық еді. Алайда бір-екі рет киноға, театрға шақырып көріп еді. Аман кешір уақытым жоқ деп меселін қайтарған соң, қыздың өзіне деген сезімі жоқ екенін біліп, ол қызға қырындауды кілт тыйған. Әйткенмен, жақсы көріп қалған курстас құрбысы Ләйлімді сырттай бақылып жүргенін тағы мойындайды. Ләйлім Кәріммен үйленгенде іштей қызғаныш оты Аманның ішін өртегені тағы рас. Алайда Кәрімге қызыға қараудан басқа амалы қалмай, Ләйлімге шын көңілден бақыт тілеген. Сүйген жүрек кешірімді демекші, Құралай көз қарындасына шын жүректен әйел бақытын тілеген. Арада 4-5 жыл өткен соң, сол Ләйліммен қайта кездесем деп Аман мүлдем ойламапты. Тағдыр айдап екеуі бір мекемеде жұмыс істейтін әріптес екенін біліп, жүрегі жарыла шын қуанды. Ол кезде Аман қазіргі әйелі Айгүлге үйленген. Бір ұл, бір қызы бар, тату-тәтті отбасы болатын. Бұрынғы сыр сымбатымен көз тартатын Ләйлім мен Кәрімнің отбасында жалғыз қызы бар екенін білді. Бұрынғы курстас достар болған соң, отбасы болып анда-санда жиын тойда араласып тұратын болды. Кей уақыттарда отбасылық отырыстарда араласып жүріп, күйеуі Кәрімнің ішімдікке жақын екенін байқады. Алайда Ләйлім күйеуі туралы ешкімге ашылып, ештеме айтпайтын. Тек Аманның әйелі Айгүл Кәрімнің араққа сылқия тойып алып, Ләйлімге айғайлап, әкіреңдеп жатқанын кездейсоқ байқап қалыпты. Ләйлім сондай сүйкімді ақылды әйел. Бүгін күйеуі Кәрім Ләйлімге айғайлап ұрсып жатқанын байқап қалдым деген Айгүлге Аман ақыл айтып шыға келді. Отбасы болған соң ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Анда-санда біз де сөзге келіп қаламыз. Сондай ұсақ түйекке мән бермей ақ қой деген. Бірақ Аманның ішінде бір белгісіз түйткіл күдік пайда болды. Сырттай ешкімге сыр шашпай күлімдеп жүрген осы Ләйлімнің көзінде айықпас мұң бар сияқты. Кәрім оңашада ішіп алып, қол жұмсап жүрген жоқ бекен деген алаңдаушылық пайда болған. Айгүл Аманның студенттік кезде Ләйлімға сырттай ғашық болғанынан мүлде бейхабар болатын. Сондықтан ішкі күдігін қойнында жатқан әйелі Айгүлге де ашылып айта қоймады. Бірнеше рет Ләйліммен кездесіп қалған сәттерде, сен Кәріммен бақытты отбасы бола алдың ба
деп сұрауға оқталды да, аман, мен отбасында бақыттымын ба жоқ па, онда сенің не шаруаң бар десеп қайтем деп ештеме айтпай тосылып қалған. Дегенмен Ләйлімнің тұңғиық жанарында әлде бір мұң бар екенін тағы да сезгендей болды. Аман мен Ләйлімнің үлкен мекеменің әр саласында жұмыс істегенімен, жұмыс барысында жиі кездесіп қалып, бір-бірімен жылы амандасатын. Кейде Айгүл Кәрім екеуін қонаққа шақырып, ұзақ-ұзақ әңгімелесіп, студенттік қызық күндерді сағына еске алатын кездері де баршылық. Сондай отбасылық отырыстардың бірінде Ләйлімнің көзі жәудіреп, шіркін, сол жастық шағым қайта оралса, өмірімді басқаша бастар едім деп айтып қалғаны. Дәл сол шақта Кәрім жандарына келіп қалды да, әңгімелері кілт тыйылды. Осы кездейсоқ әңгімеден кейін Аманның көңіліндегі күдік ұлғая түскен. Бірақ әдептілік сақтап, бұрын жақсы көрген, қолы жетпеген Ләйліммен сол күйі ашық сөйлесе алмады. Ол да Аманға шешіліп, сырын айта қоймайтын. Уақыт алды-артына қаратпай жылдам өте шығатын әдеті. Ләйлім екеуі бірге қызметтес болғанына 3-ші жылға жуық уақыт өте шығыпты. Аман бұрын жанындай жақсы көрген келіншекті сырттай көріп жүргенін көңіліне медеу тұтатын. Кейде түскі тамақ асханада немесе жұмыс барысында Ләйлімді көріп, жылы шырай амандасқаны көңіліне жылы шуақ нұр шашқандай іштей қуаныш сезімі де болатын. Аман қатарынан 2 күн Ләйлімді көргісі келгенмен ешқайда көзіне түспеді. Ләйліммен бір бөлімде жұмыс істейтін әріптес досы Ақжаннан сұраған. Ләйлім еңбек демалысына шыққан ба? 2-3 күн көрінбей кетті ғой деп жайбырақат сұрай салған. Аман, сен әлі естімедің бе? Ләйлім із-түссіз жоғалып кетіпті деп әріптесі Ақжан суыт хабарды жеткізгенде таң тамаша болды. Ләйлім қалай жоғалады? Айдың күннің аманында. Мен қазір көрші кабинеттегі күйеуі Кәрімнен сұрап білейін деп, жүрегі кеудесіне сыймай, өрекпіл Кәрімнің бөлмесіне жетіп барған. Ол жайбырақат телефонмен сөйлесіп отыр екен. Амандық саулығы жоқ, бірден Ләйлім жайлы білгісі келген. Кәрім, айтшы, Ләйлім жоғалып кетті деген өтірік қауесет пе, шын ба? Деп төтесінен сұраған. Кешеден бері таппай отырмын. Міне жоғалып кеткеніне 2-ші күн. Бүгін тағы кеш батқанша келеме деп күтіп едім, сол күйі хабар ошарсыз. Кешеден бері не үйге, не қызмет орнына келген жоқ. Қызылордаға әке-шешесіне кетті ме деп хабарлас едім, ол кісілерде бейхабар. Бүгін таңертең полицияға хабарласып, әйелім Ләйлімге іздеу жариялауын өтіндім. Ерлі зайыпты екеуің бір-біріңнің қайда жүргендеріңді білмегендерің қызық екен деп таңданысын жасыра алмады. Әрі Ләйлімнің із-түссіз жоғалып кеткеніне Кәрімнің аса қайғырмай отырғанына зығырданы қайнаған. Әрине, қайда баратынымызды айтып жүретінбіз, бірақ кеше таңертең жұмысқа кеттім деген. Кешке үйге келмеді. Мен достармен бірге жүрген шығар деп ойлап жатып, ұйықтап қалыппын. Бүгін Ләйлімнің бөлімшеде бірге істейтін әріптестерінен сұрасам, жұмысқа да келмепті деп түк болмағандай ақтала бастады. Жұмыс орнына жеңіл машинамен шығушы ме еді? Жоқ, біз жақын тұрғандықтан жаяу келе салатын. Жолда таксиге отырушы ме еді? Қайдан білейін, біздің үй жұмысқа жақын, арасы бірақ аялдама. Тегі таяқ тастам жер. Демек, такси жалдаудың қажеті шамалы. Мына тұрған жерден қалай жоғалмақ? Аман, сен өзі тергеуші сияқты қадалған жеріңнен қан алады екенсің деп ыржиды. Бірақ қиықтау жылын көзінде сұрақтың астына алған Аманды жаратпағандай суық ызғар бар екен екеуі де байқап үлгерді. Әй, Кәрім, сен әйелі жоғалған азаматқа ұқсамайсың. Тым жайбырақат отырсың, бұл қалай? Ой, сен қызық жігіт екенсің, Аман. Мен тамыр таныстарға хабарласып іздеп отырмын деп қолындағы телефон трубкасы орнына қойды. Аманның көңілі қобалжып, әлде бір жамандықты сезгендей абыржып отырып, тағы бір сұрақты төтесінен қойды. Кәрім, кеше Ләйліммен жанжалдасып қалған жоқсыңдар ма? Жоға, деп көзі шарасынан шығып, тағы ақтала жөнелді. Әрине, отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайтын белгілі, бірақ кеше сөзге келіскен жоқпыз.
Таңғы шайымызды ішкен соң Ләйлім жұмысқа кетті. Мен бір шаруамен басқа жаққа кеткем. Сен қайда бардың деп Кәрімнен көз алмай тағы жауап күткен. Осы кезде Кәрім алдыңғы ақталғанын қойып, жанарынан ызғар шашып, Аманға жалт қарап, жауап бермей кілт қайырды. Жарайды Аменеке, менің тығыз шаруаларым бастан асады. Қазір кешкілік Қызылорда қаласынан келетін Ләйлімнің әке-шешесін темір жол вокзалынан күтіп алуым керек деп, бос сөзге уақытым жоқ дегендей орнынан ұшып тұрды. Жабырқау көңіл күйде Аман амалсыз жұмыс орнына беттеді. Жолай әртүрлі күдікке беріліп, Кәрімнің жаңағы айтқан ақпараттарын ой елегінен өткізе бастады. Сонда кеше таңертеңнен бері Ләйлім жоғалып кеткен. Кәрім неге түнде үйге қонбаған соң іздеуге кіріспеген? Неге Ләйлімді уайымдамай мүлдем жайбарақат отыр? Әлде кеше Кәрім ішіп келіп екеуі ұрсып қалды ма? Онда Ләйлім күйеуіне өкпелеп дос құрбыларының үйінде отырған болар деп ойы сан-саққа жүгіріп, жұмыс уақыты біткен соң жақын маңдағы үйіне аяңдады. Алайда күні бойы, түні бойы Ләйлімді ойлады. Әртүрлі жорамал жасады. Егер дос құрбысының үйіне барса, ашуы басылып үйіне қайтатын уақыты болды ғой. Тым болмаса туған қызы Алуаға сырын айтар еді ғой. Қызы да анасын іздеп шарқ ұруда. Мұнда бір гәп бар деп іштей көп сұраққа жауап іздеді. Алайда таба алмады. Сонымен салы суға кетіп, күнделікті әдетінше жұмысқа таңертең барып, кешке үйге келгенімен Ләйлім ойынан шықпады. Алды-артына қаратпайтын жүйрік уақыт зырылдап өтіп жатты. Арада бір жылдан астам уақыт өтті. Ләйлім із-түзсіз жоғалып кеткендей, қылмыстық іс сол күйі ашылмады. Қызметтегі әріптестердің арасында сан түрлі қауесет жан-жаққа тарап жатты. Біреулері Ләйлімнің басқа жігітті ұнатып қалып, Кәрімнен қашып кетіпті десе, енді біреулері Ләйлімге ұқсайтын бір келіншектің мәйітін тауыпты. Мәйіт көп уақыт өткен соң бұзылып кеткен дейді. Енді сот сараптамасын жасап жатыр екен деп сан түрлі құбылтып айтады. Ал Аман болса, неге екені белгісіз Кәрімнен күдіктенеді. Ол арақ ішіп келіп, ұрыс керіс шығарып, Ләйлімді байқаусызда өлтіріп алды ма? Онда тергеушілер неге мәйітті таба алмай отыр? Қылмыстық істің бір орыннан қозғалмай жатуына не себеп? Әлде қылмыскер айласын асырып, мәйітті ешкімге көрсетпей көміп тастағаны ма? Орыстардың бір криминалды хабарында нет дело деп қылмысты аша алмай жатушы еді. Мәйітті таба алмағасын қылмысты аша алмай жатыр мекен? Бәлкім Ләйлім Кәріммен қашып жүрген шығар. Бәлкім Ләйлім тірі шығар деп көп ойлайтын болды. Қанша ойласа да шындықтың түйінін таппай қиналатын. Аман, саған не болған? Күні бойы Ләйлімді ойлап, қартайғанда ғашық болып қалғаннан саумысың деп, өкпе назы аралас әйелі Айгүл наздана сұрайды. Міне бақандай 1,5 жыл, Ләйлім әлі күнге дейін табылған жоқ. Әй білмеймін, тірі болса табылар еді, кімде болса Ләйлімді өлтіріп тастады-ау деймін деп, қорқынышты ойын әйеліне жайып салды. Кім біледі, тірі ме, өлі ме? Сормаңдай байқұс келіншек, өлтіріп тастаса да обалай, деп Айгүлдің көзі жыпылықтай ауыр күрсінді. Осы Ләйлімнің жоғалуына Кәрім себеп пе деген күдігім бар деп, күйеуі ойын тағы жайып салды. Ту, Аман, саған не болған? Кәрім аздап ішкені болмаса, ешкімге залалы жоқ ақ көңіл жігіт. Мені көрсе болды, Аман құрдасымның үйіндегі алтын жеңгем, сен қандай әдемісің деп мақтап ала жөнеледі. Сені өтірік мақтаса болды ғой, маңдай ерисің. Сен оның ішіне кіріп шықтың ба? Ләйлімді ұрып өлтіріп тастамасына кім кепіл? Онда Ләйлімнің мәйітін сот сараптауына тапсырып, неден өлгенін тез арада тауып алар еді ғой. Қой Шаман, жаман ойламаш, деп зайыбы Айгүл Кәрімге кір жуытпады. Өйткені Кәрім кез келген қыз келіншектерді көрсе, көзі күлімдеп асты үстіне түсетін. Аманның әйелі Айгүлге де қандай сұлу келіншексіз, шіркін, сені жолықтырған Аманның маңдайының 5 елі бағы бар екен. Айгүл деген атыңыз затыңызға сай екен деп әртүрлі мақтау айтып, қарапайым әйелдің көңіл күйін көтеріп қоятын. Сондықтан ба
әйелдердің бәрі Кәрімге кір жуытпайтын. Міне 2 жылдай уақыт өтті. Ләйлім тірі болса табылар еді деп Аман тағы күйзелді. Осы жолы әйелі Айгүл оны қоштады. Тірі болса, тым болмаса туған қызына хабарласар еді. Байғыз өліп қалған ғой, мүрдесін неге таппай жатыр деп үрейлене сұрады. Ләйлімді өлтірген адам денесін таппайтын құдай қылып жерге көміп тастауы әбден мүмкін. Астапыралла, ондай сұмдықты айтпашы деп Айгүл бетін алақанымен жауып, түрі қуарып шошып кетті. Ертең тергеушілермен сөйлесіп көрмесем, деді Аман. Ләйлімнің күйеуі Кәрім сөйлесіп, не білгендерін сұрап тұратын шығар. Кәрім үйленейін деп жатқанын естіген жоқсың ба? Ол Ләйлімді ойламақ түгіл, тойдың қамымен есі шығып, далақтап жүрген шығар. Кәрім 2 жыл бұрын жоғалған Ләйлімді қайтсын. Той тойлап жүр. Кеше біраз ішіп алыпты. Қызулау екен, тым көңілді. Ләйлімді ұмытты десеңші. Еркектер сондай өзімшіл деп Айгүл бұрқылдап ала жөнелді. Сен бүкіл ер азаматты Кәрімге теңеме. Мысалы, мен болсам аяулы курстасым Ләйлімді ұмыта алар емеспін. Я, ұмыту қиын әрине. Мен сені түсінемін. Кәрім қалай тез ұмытып кетті екен? Кім білсін, Кәрімнің сүйген жарын теп-тез ұмытқаны мені де таң қалдырды Айгүл. Өткен жылы тергеушімен кездесіп едің ғой, сонда таппай жатырмыз деп еді ғой, есіңде ме, Аман? Менің бір ұсынысым бар. Тергеушімен сол туралы сөйлескім келеді. Ол қандай ұсыныс, айтсаңшы, Аман? Осы Ләйлімнің жоғалуына Кәрім кінәлі ме деп күдіктенем, Айгүл. Қойшы, Аман, ол мүмкін емес. Жарайды, мен жұмысқа кеттім деген Аман Жолшыбай полиция бөліміне кіріп, тергеушімен ұзақ сөйлесті. Сіздің келгеніңіз жақсы болды. Кәріммен кездескенімізде үйленетіні туралы ешкімге айтпаған еді. Енді біраз жайтқа көзім ашылғандай болды. Ләйлімді жақсы білетін адам өлтірген сияқты. Мен ертеңнен бастап бұл жұмысты қайта қолға алам. Әлі ашылмай істердің арасында тұр еді. Сіз де Кәрімнен сыр тартыңыз. Бәлкім бірдеме білетін болар. Тегі әйелі із-түссіз жоғалғанда көбінесе күйеуінен күдіктенетін әдетіміз бар. Әттең Ләйлімнің мәйіті табылса, бұл іс ашылар еді деген тергеуші Аманмен жылы қоштасты. Үйіне қарай аяңдап келе жатып, жанында құшақтаған жас қызы бар, екі жағына кеткен Кәрімді кездестірді. Жақында Айгүл екеуіңді үйлену тойыма шақырамын. Мен өз бақытымды таптым деп, жанындағы қызды құшарлана құшақтады. Құттықтаймын. Ләйлімді тез ұмытқан екенсің деп, кекесін аралас жаратпай құттықтады. Өткен іс өтті, енді болашақпен өмір сүру керек деп, Кәрім жанындағы жап-жас қызға күлімдей қарады. Ол да қылымсып Кәрімнің иығына басын сүйеді. Жарайды, Кәрім, ертең бұрынғы күндерді еске алып, Жарсу өзеніне балық аулауға барып келейік. Мен үйден молынан тамақ аламын. Бірер жартыны қоса аламын деп еді. Кәрімнің көзі жайнап кетті. Менің сұлуым ертең сән салонына барады. Онда таңертең машинаңмен мені жолда ала кетерсің деп бірден келісті. Аманның ішкі жоспары бар болатын. Кәрімнің оп-оңай келісе кеткеніне Аман да қуанды. Сонымен түнімен Айгүл мол қылып қазы қартасын қосып, ет асып, қаздай тізілген бірнеше бөтелке арақты қоса алды. Мұншама арақты қайтесің? Сен көп ішпеуші едің ғой. Оның үстіне Кәрім екеуің ақ балық аулауға бара жатырсыңдар деп Айгүл таңданып еді. Жақсылап демалғанға не жетсін? Анда-санда бас жазып тұрмаса болмайды деп жұмбақтай сөйледі. Байқаңдар, мас күйлеріңде суға түсіп батып кетпеңдер деп Айгүл алаңдады. Сен менің мас болғанымды қашан көрдің деп қарсы сұрақ қойып еді. Айгүл көмілжіп қалды. Сонша көп ара қалған соң алаңдағаным ғой деп жуып шайды. Сонымен таң атысымен жеңіл машинасын азық-түлікке лық толтырып Кәрімге жетіп келді. Ол әлі қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр екен. Аман, таңғы шай ішіп алайық деп еді. Табиғатта демалып, таза ауада тамақ ішеміз. Айгүл ет асып берген қазы қартамен шай ішесің деп Кәрімді көлігіне отырғызып алды.
сол бойы Жарсу өзенінің ең тамаша оңашалау жеріне келіп тоқтады. Машинадағы азық-түлікті түсіріп, дастарханды жайнатып жіберді. Мойындары сопайған шөлмектерді көтеріп, Кәрім қуанышын жасыра алмады. «Әй, сен аман, керемет жігітсің, үйден бәрін сайлап әкеліпсің». «Маладес» деп дастарханның шетіне жайғасып, екі қырлы стақанды ащы суды мәймілдетіп құйып, сөз сөйлеместен ақ тартып жіберді. Кәрім ішіп стаканды қойғаны сол, аман қайта толтыра құйды. «Ақ шіркін, таза ауада демалғанға не жетсін? Тамақ жетеді, арақ та жетеді. Бүгін бір еркімізше тамаша демалайық» деп Кәрімді одан сайын желпіндіріп қойды. Екеуі балық аулауды ұмытып, той тойлауға келгендей қазы-қартамен ащы суды сілтеп, қызу әңгімеге кірісті. Кәрімнің мас болып қыза бастағанын байқаған Аман қырлы стаканды шөпілдете құйды. Бұл кезде Кәрімнің тілі күрмеліп, әбден мас болғанын білді. Міне, осы шақты күткен Аман Ләйлім жайлы әңгіме бастады. «Мен Ләйліммен бірге оқыдым. Ләйлім тым тәкаппар мінезі паң еді. Сен оның мінезіне қалай шыдадың?» деп сыр тартты. Өйткені Кәрімнің араққа үйірлігіп жақтырмай екеуінің ұрысып қалғанын сан рет байқаған. «Аман, дұрыс айтасың. Мен де оның мінезіне шыдамадым» деп Кәрім тілі күрмеліп айтып қалды. Әңгімені өрбіту үшін Аман Айгүлді айтқан болып, әңгімені қыздара түсті. Кейде ішіп келгеніңді көріп, Айгүл айқайлағанда басынан бір қойып өлтіріп тастағым келеді деп Кәрімге сынай қарады. «Иә, дұрыс айтасың. Мен де бір ұрып Ләйлімді өлтіргем», деді Кәрімнің тілі күрмеліп. Кәрім Ләйлімнің мәйітін қайда тықтың дегені сол. Кәрім мастығынан бірден айыққандай Аманға бұлдырлаған көзімен тұнжырай қарады. «Мен Ләйлімді өлтірген жоқпын» деп мастығынан айыққандай жантайып жата кетті. «Қап, жаңа ғана шындықты айтайын деп еді, қап, есін жиып ала қойғанын қарашы» деп қатты өкінді. Алайда Ләйлімнің өліміне Кәрім кінәлі деген жүрек түкпіріндегі күмәні берік орнықты. Кешке дейін балық аулауда жүрген кезде Кәрім арақ ішуді қойып, Аманға сақтықпен қарап, мұнан кейін артық ауыз сөз айтпады. Жаңағы қызып отырып, абайсызда Ләйлімнің өлімі туралы артық сөз айтып қалғанын сезіп, шошығаны үрке қараған бет әлпетінен білініп ақ тұр. Аман да бұдан артық сөз қозғамады. Кешкілік екеулері ұстаған 2-3 балықтарын көлікке салып үйлеріне қайтқан. Жол бойы Кәрім жақ ашпады. Оның ештеме айта қоймайтынын байқаған Аман да оны әңгімеге тартып қыстамады. Кәрім қалаға жеткенше ләм-мим деп аузын ашпады. Әлденеге алаңдағандай күй танытқан. Бұл кезде күн қараңғылығы қоюлана түскен. Тек қана үйіне жеткізіп салғанда ғана тіл қатты. «Аман, мен бүгін мас болып артық сөйлеп қалсам, кешір» деген. «Жоға, ештеме артық айтқан жоқсың. Бәрі дұрыс, алаңдама» деген Аман Кәрімді үйінің тұсына түсіріп, сол маңдағы өз үйіне келген. «Бүгін кеш қайттыңдар, қанша балық ұстадың? Мына екеуін қуырып жібер» деп 2 сазанды Айгүлдің қолына ұстатқан. «Пәлақ таңертеңнен бастап қара кешке дейін ұстағандарың 2 балық па?» деп Айгүл таңғалды. Есесіне «Мен басқа балық ұстадым» деп Аман жұмбақ жауап берді. «Ол қандай балық?» Кәрім екеуін қыз келіншектерге қырғидан тиіп, «Басқа балық ұстағандарың сол ма?» деп Айгүл ашуға булықты. «Айгүл, саған не болған? Мұндай қызғаншақ екеніңді күні бүгінге дейін білмеппін. Мен басқа балық деп Кәрімді айтып отырмын» деп Аман ағынан жарылып жылы жымиды. «Кәрімді қандай торға түсірдің? Сен осы Ләйлімді Кәрім өлтірген болар деп сұмдық жорамал жасаушы едің, сол рас бекен?» деп көзі шарасынан шығып атыстай болды. «Иә, Кәрім өлтіріпті». «Аман, мұндай нәрсемен ойнауға болмайды, шын айтып тұрсың ба?» «Иә». «Тергеушілер мойындата алмаған айыбын сен қалай мойындаттың?» «Араққа сылқиып тойған соң көкбет қатындарды ұрып өлтіргем келеді деп сөзге тартып едім. Мен де Ләйлімді ұрып өлтіргем деп байқаусызда айтып қалды». «Қойшей, шын ба? Астапыралла, сенейін ба, сенбейін бе?» «Сенсеңсе,
Сенбесең де өзің біл, бірақ шындық осы. Сұмдық. Ойбайламай шай қойсаңшы. Кенезем кеуіп кетті. Жарайды қазір. Ойпырмай, алла, Кәрімнің қаншер екенін білмей жүріппіз ғой. Сұмдық-ай, байқұс Ләйлім қаншерге қалай тұрмысқа шыққан, Кәрімді неге соттамайды деп сұрақтарды жаудырды. Ертең таңертең тергеушімен сөйлесіп көрем дегеннен басқа Аман бұдан артық ештеңе айтпады. Іштей қобалжып тұрғаны бет әлпетінен, ойлы жанарынан көрініп тұрды. Өйткені бір кезде өзі ғашық болған Ләйлімнің Кәрімдей қанішердің қолынан қаза тапқанын білген соң жаны таппай іштей аласұрап тұрғаны шын еді. Аман түнімен ұйықтай алмай дөңбекшіп шықты. Көз алдынан кербез сұлу Ләйлімнің бейнесі тұрды да қойды. Мен сені өлтірген қандықол қылмыскерді бірден сезгем. Енді оны құрықтатқызбай қоймаймын. Бұл менің саған жасаған ең соңғы азаматтық парызым деп іштей өз-өзіне серт бергендей болды. Таң бозынан асығыс тұрып, таңғы шайын ішпестен тергеушімен жолығуға асықты. Бірден іске кірісті. Менің күмәнім расталды. Ләйлім марқұмның күйеуі мас кезінде әйелін ұрып өлтіргенін байқамай мойындады. Мәйітті қайда жасырыпты деп тергеуші Аманнан жауап күтті. Ол бірден есін жиып ала қойды. Тіпті мас кезінде артық өз сөз айтқанын айтып, менен кешірім сұрады. Ендігі жұмыс сіздердің қолдарыңызда. Мәйіттің қайда екенін айтқызып, жауап алыңыздар, деді Аман. Сіз азаматтық жасадыңыз. Қауіпті қылмыскердің қолын кестіңіз. Егер ол осы жолы ұсталмай құтылып кетсе, тағы біреудің обалына қалатыны даусыз. Енді Кәрімді құрықтау біздің шаруамыз. Қазір қамауға алуға ордер жазғызып алам, деген тергеуші Аманмен жылы қоштасты. Көп ұзамай Кәрім тұтқындалып, бар айыбын мойындады. Үй ішіндегі жанжал кезінде Ләйлімді құлақ шекеден бар пәрменімен ұрып құлатқанын, ол есінен танып жатқанда шұлығымен буындырып, жер төлеге көміп тастағанын мойындады. Сот Кәрімді өмір бойы бас бостандығынан айырды. Ашық сотқа куә ретінде қатысқан Аман мен Айгүл Кәрімнің араққа үйір екенін, Ләйлімге жиі қол көтеретінін айтып куә болды. Сот алқасы Кәрімнің соңғы сөзін айтуға рұқсат берді. Мен Ләйлімді сүйдім, алайда байқаусызда қатты ұрып мерт қылдым деп өкінішін білдірді. Сот залында қатысып отырған Ләйлімнің әке-шешесі, туған-туыстары, достары Кәрімнің қарабет екенін бетіне басып, кешірмейтіндерін бір ауыздан айтты. Қылмыскер Кәрім өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Алайда қылмыскер әділ жазасын алғанмен Ләйлімнің орны ойсырап қалған. Ең бастысы, сотқа қатысып отырған, алғашында әкесінің қылмыскер екеніне сенбеген Ләйлім мен Кәрімнің жалғыз қызы Алуа сот аяқталғанда ардақты анасын аяусыз өлтірген қанішер әкесінен бас тартатынын мәлімдеді. Бір кездері Ләйлімді жан тәнімен жақсы көрген Аманның ішкі түйсігі алдамапты. Сол түйсігінің арқасында қылмыскердің жазадан құтылып кетуіне жол бермегеніне Аман жүрегі жарыла қуанды. Ең бастысы, жастық шағындағы сүйген қызы Ләйлім марқұмның алдында ең соңғы азаматтық парызын орындағандай ерекше күй кешкен.